Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендермен бірге мен Балнұр апайларың. Бүгін біздің танысатын әріпіміз О әріпі. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Бірге жауабын тауып көрейік. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды. Жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Ол не? Әрине, ол ұшақ. Ұшақ сөзін айтқанда біз қандай дыбысты естіп тұрмыз? О. Менімен бірге қайтала. О. О дыбысынан басталатын сөздерді білу үшін осы видеоны соңына дейін қарап кет. О әріпі. Ұшақ. Ұшқыш. Ұя. Ұлар. Ұлтарақ. Ұзартқыш. Ұлу. ұн. О дыбысынан басталатын көптеген сөздер бар екенін білдік. О дыбысы жуан дауысты дыбыс, және де ол сөздің басында және де ортасында кездеседі. О дыбысын қызыл түспен белгілейміз. О дыбысын айтқан кезде біздің дауысымыз еркін, кедергісіз шығады. Енді оқушылар, мына суреттерге қарайықшы. Бұл жерде О дыбысы қай жерде естіліп тұр? Ұя, бұрыш, ұн, құлын, ұшақ, құс, ұлу, тікұшақ және ұршық сөздері берілген. Бұл сөздерде О дыбысы қай жерде естіліп тұр? Сөздің басында ма, әлде ортасында ма? Енді О әріпінің үлкен және кіші әрпін жазуды үйренейік. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға иіп, жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көлбеу сызық түсіріп, ол сызықты оңға қарай қиғаш үлкен жол ортасына қарай созамыз да тік төмен көлбеу түсіреміз. Жазу жолының төменгі сызығына жеткен соң оңға қарай бұрыш саламыз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра, содан оңға қарай белдік саламыз. О әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен көлбеу түзу түсіріп, төменгі сызыққа тегізі ілгек жасап, үстіңгі сызыққа дейін созамыз да, астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу түзу созып, оңға қарай бұрыштап сызық түсіреміз. Енді жазу жолының төменгі сызығынан сәл төмен содан оңға қарай белдік саламыз. Ал енді дәптеріңді ашып, О әріпін менімен бірге әдемілеп жаз. Осымен балақайлар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңдар.